Қызғаншақ адамдар өздерінің қолынан келмейтін нәрсені көп әңгіме етіп, өзі көре алмайтын адамның ісін сынағанды жақсы көреді. Өзін өзгеден төмен санайтындар ғана қызғанышқа бой алдырады. Көп адам бақытты көтере алмайды. Бұл жердегі әңгіме өз бақыты жайлы емес. Адамның жақсы көңіл күйде болуының өзі дұшпанының ренішін тудырады. Ең жақсы байлық өзгенің байлығына мән бермеу. Екі құзғын таласса, бір қарғаға жем болар. Нағыз достық қызғанышты білмейді. Егер тауық қопаратын мықтылар шықса, олардың артынан тартып құлатқысы келетіндер де көбейеді. Егер бақытты болсаңыз, оны ешкімге айта бермеңіз. Өйткені айналаңызда сізге зияны тиіп кететіндер толы. Сені бұрын жақсы көргендер, сен жетістікке жеткенде ұнатпай қалады. Бұл тек әлсіздерге қарата айтылған. Өйткені әлсіз адамдар өзгенің жетістігін қатты сынап, өз жүректерін жаралайды. Ал мықтылар өзгенің жетістігіне өзінде қуана біледі. Адамдар арасында қызғаныштың екі түрі бар. Бірі, сендегі барды өздерінде де болса дейді. Ал екінші біреулері, сенде ештеңе болмағанын қалайды. Кейбіреулер тым байқағыш келеді. Онысын әжептәуір нәрсеге пайдаланса игі. Олар керісінше жетістікке жеткендерді қай жерден қателеседі екен, осының бір кемшілігін тапсам екен деумен болады. Жаманға жағынам десең, өзінен кетер. Адамдар екі топқа бөлінеді. Бірі өмірден ләззат алып, барына бақытты бола алады. Ал екіншісі соларға қарайлаумен күн кешеді. Адамның аруға шалдыққаны ең жаман нәрсе. Ал одан да жаманы қызғаныш пен жек көрушілік адамды іштей жей бастағаны. Қызғаныш адам бойындағы мойындауға қорқатын ең төмен және қорқақ нәрсе. Қызғаныш оғы өзгеге атылып, өзіңе қадалады. Қазіргі әлемде мына үш нәрсе патшалық құрып тұр. Қызғаныш, жамандық, көрінбаушылық. Ойға алған ісіңізді ретке келтіріп алмайынша, оны ешкімге айтпаңыз. Өйткені жақсы нәрсеге бәрі қызыға әрі қызғана қарайды. Мынадай 4 жаман қасиеті бар адамдардан аулақ жүріңіз. Сараң, қызғаншақ, ашкөз және тәкаппар. Адамды құрдымға кетіретін 3 нәрсе. Қорқыныш ақылдан айырады. Қызғаныш жүректі қарайтады. Ал сенімсіздік жаныңа жара салады.